Құрметті көрермен, ақша жинай алмай жүрген болсаңыз, мына лайфхакқа құлақ түріңіз. Ең алдымен жоқ деп айтуда үйрену керек екен. Мысалы, жаңа коллекцияда жарқырап, әдемі бір жейде тұрса, өзіңізге бұл жейдені кимесем жалаңаш қалмаймын, басқа да киімдерім бар, ендеше ақша жаратып сатып алудың қажеті жоқ деп өтіп кетіңіз. Нұржан, бұл лайфхак енді қыздар қауымы үшін қаншалықты жұмыс істейді екенін айта алмаймын, е? Әрі қарай кеттік, қазіргі таңда тіпті шендағаларымыздың өзі қоғамдық көлікпен жүретін болған. Ашытқыға салып қойғандай бағасы көтеріліп жатқан жанармайға шығындалғанша, күн жылда кей әкімдер секілді велосипедке отырыңыз немесе қоғамдық көлікке мініңіз. Ақшадан бөлек уақытыңыз бен жүйкеңізді сақтайсыз. Ақша үнемдеуге қатысты лайфхактар қолданамын деген адамға өте көп, және олар жұмыс істейтін сөзсіз. Ал қандай лайфхак шын өмірде жарамсыз, тексеріп көрдіңіз бе? Қайырлы таң көрермендер, біз бүгін мынадай қысқа толқынды пешті тазалауға арналған лайфхакты тексеріп көрмекпіз. Ол үшін бізге қарапайым су және лимон керек болады екен. Қазір қарасаңыздар, біз әдейі осы түсірілім үшін осындай іші онша таза емес қысқа толқынды пешті тауып алдық. Осындай кірлеп қалған қысқа толқынды пештің ішіне су мен лимон қышқылын 3 минутқа қойғаннан кейін ішіндегі барлық кірлер еріп түсіп тазалауға жылдам болады екен. Біз соны қазір тексеріп көреміз. Алдымен біз лимонды кесіп аламыз. Одан кейін суға барлық сөлін сығып алуымыз керек. Қалғанын ішіне сала саламыз. Енді осы суды қысқа толқынды пештің ішіне саламыз. Үш минут уақыт өтті. Енді ішінде қандай реакция болып жатқанын көрейік. Мұнда тек су ғана жылған, бірақ шет-шетіндегі майлардың мысалы ерігені мен әзірге байқап тұрған жоқпын. Енді сонда да жуып көрейік. Бастапқыда өздеріңіз көргендей, мен лимон суын алып шыға салған соң бірден сүртіп көрдім. Бірақ байқағандарыңыздай, ішіндегі майлар сол күйі қалды. Сондықтан мен қазір сұйық сабын қосып, суға сол арқылы жуып көріп жатырмын. Бірақ одан да ешқандай нәтиже жоқ. Яғни ішіндегі майлардың ерімегенін байқауға болады. Бұл негізінен микротолқынды пешті өте жылдам тазалаудың әдісі ғой. Бірақ бұл жерде мен ешқандай уақыт үнемдейтін жағдайды көріп тұрған жоқпын. Мүмкін лимон суының өзімен жуып көру керек шығар, оны да байқап көрейік. Міне, құрметті көрермен, біз қолымыздан келген барлық әдіс тәсілді жасап көрдік. Сұйық сабынды қостық, лимон суының өзіне жуып көрдік. Бірақ көргендеріңіздей микротолқынды пештің ішіндегі май ешқандай еріген жоқ, кеткен жоқ. Егер бұған өзіңізде көз жеткізгіңіз келсе, үйде осы әдісті тексеріп көруіңізге болады. Енді тексеретін лайфхагымыз бұл мынандай дымқыл шүберекті кептіру. Жаңа микротолқынды пешті жуғаннан кейін, мысалы мына дәке су болып қалды, енді мүмкін сізге оның кеуі болғаны тез арада қажет шығар. Сондықтан бұны 1-2 минутқа қойып жіберсең, кеп-кеуі болып шығады екен. Бұны бар болғаны осылай саламыз да 1-2 минутқа қоямыз. Міне 2 минут уақыт өтті. Енді шүберек кепті ме екен, бірге көретін боламыз. Міне, бұл бұрқырап, әлі кеппегенін көруге болады. Әлі сол дымқыл күйінде. Яғни бүгін тексеріп көрген лайфхактарымыздың ешқайсысы іске асқан жоқ деген сөз.